Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін қызымыз екеуміз қазақтың қол өнерін дәріптеп, осындай оюмен өрнектелген көрпеше тігетін боламыз. Және де қызымыз екеуміз бос уақытымызда ас бөлмеде тәтті тағамдар жасағанды ұнатамыз. Соған орай қызыма осындай ою өрнектермен әшекейленген ас бөлмесінде киетін бас киім мен алжапқыш дайындадым. Киточ. Ал әкесі болса, бүгін қызына арнап осындай оқтаумен тақтай жасап берді. Ол неден жасалған әкесі өзі айтып береді. Оқтау мен тақтай қазақ халқының асхана жабдықтарының негізі болып келеді. Негізінде олар қайың, жүке сияқты ағаштардан, тегіс жапырақ ағаштардан жасалады. Осылармен енді қызым маған көмектесіп, қамыр жайысады деген ниетпен жасалған деді бұл барлық жабдықтарымыз. Көрпеге келер болсақ, бұл көрпеде оюмен өрнектелген. Әр оюын қиғанда қызыма жылы болсын, қызымның өмірі осындай мақтадай жұмсақ болсын, қызым осы оюдай сұлу болсын деп ниет еттім. Әр тігісін тіккенде қызымды ойлап, сол ниеттерім қабыл болсын деп тіккен болатынмын. Қолөнер деген ол әрбір қазақ отбасында дәріптеліп сақталады деп ойлаймын. Себебі әр үйде осындай оюмен өрнектелген сандықтар, көрпелер болады. Бұл қазағымыздың ежелден келе жатқан салт дәстүрлерінің бірі деп те ойлаймын. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет. Пока-пока.